Сәлем достар, біз бүгін осындай керемет ұн-қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттарымыз біріншіден ет керек болады, картошка керек болады, пияз және сәбіз керек болады, және де тұз керек болады. Етімізді осылай әдемілеп турап аламыз. Мен кішкене осындай майы бар еттен алдым, майлылау болсын деп. Қазанымызға осылай майымызды құйып аламыз және қыздыруға қоямыз. Бұл уақытта біз уже пиязымызды турап бастаймыз. Осылай домалақтап әдемілеп турап алып, қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырамыз. Қуырылған пиязымыздың үстінен жайлап етімізді саламыз. Аузын жауып, осылай қуыруға қоямыз. Сол уақытта сәбізімізді әдемілеп турап аламыз. Мен осылай ұсақтап турадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Одан кейін картобымызды осылай турап аламыз әдемілеп. Қуырылған ет пиязымыздың үстінен бір ас қасық тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстінен сәбізімізді, картобымызды салып, жақсылап араластырып, мен осындай дәмдеуіш қосамын, 12 овощей деген приправа. Сіз қалаған дәмдеуішіңізді қоссаңыз болады, немесе дәмдеуішсіз істесеңіздер де болады. Жақсылап араластырамыз осылай. Аузын жауып, 10 минутқа осылай жақсылап қуырамыз. Бір ас қасық томатымызды саламыз. Және де мен соевый соус қосамын. Оны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Маған соевый соуспен ұнағандықтан мен соевый соусты қосамын, бір ас қасық. Енді ұн-қуырдақтың қамырын дайындаймыз. Суға жұмыртқамызды саламыз. Содан кейін тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып отырып, әдемілеп қаттылау қамыр илейміз.
Содан кейін қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, әдемілеп иінін қандырып, тағы да бір илеп қоямыз. Салафанға салып 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Бұл уақытта жайлап қазанымызды ашып, араластырамыз. Содан кейін жайлап әдемілеп үстінен суымызды құйып, қайнатып бұқтырамыз. Жаңағы қамырымызды алып, әдемілеп жаямыз. Сосын кептіріп алу үшін мен осылай бөліктерге бөліп аламын, ыңғайлы болу үшін. Және де духовкаға салып, 1-2 минут ұстасаңыздар, кебеді уже 1-2 минутта кептіріп аламыз ыстық духовкаға. Кептірілген қамырларымызды осылай әдемілеп орап, кесеміз осылай. Мінекей менде 2 жаймадан осындай қамыр шықты. Содан кейін жаңағы қайнап бұқтырылып піскен етіміздің үстінен қамырымызды саламыз осылай. Содан кейін үстінен жайлап сұйық майымызды құйып жібереміз. Кішкене ғана. Және де аузын жауып, бұқтырып, буға пісіреміз осылай. Примерно 10 минут өткеннен кейін осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей ұн-қуырдағымыз дайын болды. Енді қақпағын ашып, жақсылап араластырып, табағымызға салсақ болады. Мінекей керемет дәмді ұн-қуырдағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Маған жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.